Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда сабақ үстінде оқушылармен қалай қызықты етіп суреттерді пайдалана отырып сөйлемдер ойлауға болады, сол туралы айтатын боламын. Ең бірінші оқушыларға сабақ үстінде белгілі бір өтілген грамматика немесе мәтін бойынша суреттер беріледі. Ол суреттерді қызықты етіп шығарып тақтаға ілініп қойылады. Одан кейін оқушыларымызды 3 топқа бөліп, әр топтағы оқушыларды тақтаға шақырып, тобымен бірге осы өздерінің қалаған әдемі суреттерін таңдап алуын мұғалім сұрайды. Әр топтың оқушылары осы өздеріне ұнаған суреттерді таңдап, орындарына отырып, тобындағы оқушылармен бірге сөйлемдер ойлайды және сол сөйлемді мәтінге айналдырады. Одан кейін тақтаға шығып, осы мәтіндердегі сөйлемдерді рет-ретімен осылайша жіпке қойып шығады және топтағы әр оқушы осы мәтінді айтып шығады. Сол кезде олардың грамматиканы жақсы түсінгендігін мұғалім аңғарады. Міне оқушыларға бұл өте жақсы ұнайтын әдістің бірі. Оқушылар қызыға топтасу жұмыс жасайды. Барлығыңызға осы әдісті сабақтарыңызда пайдаланып көріңіздер. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, пікірлеріңізді білдіріп, лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.